Білім беру ұйымының бірінші басшысы лауазымын атқарған тұлғамен еңбек шарты мерзімінің өтуіне байланысты еңбек қатынастарын бұзу тәртібі. Еңбек кодексінің 139 бабының бірінші тармағына сәйкес, азаматтық қызметке кіру, тағайындау тәртібімен немесе конкурс бойынша жүзеге асырылады. Аталған кодекстің 21 бабы 3 тармағының негізінде заңды тұлғаның атқарушы органның басшысымен еңбек қатынастары кодексте еліміздің заңдарына, құрылтай құжаттарына және еңбек шартына сәйкес жүзеге асырылады. Аталған нормаларды жүзеге асыру мақсатында Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы номері 57 бұйрығымен мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтердің лауазымға тағайындау, лауазымынан босату туралы қағидаларды әзірленіп бекітілді. Қағиданың 73 тармағына сәйкес мемлекеттік білім беру ұйымының бірінші басшысы лауазымын бір білім беру ұйымында 5 жылдан 2 мерзімнен немесе 10 жылдан астам уақыт атқарған тұлға осы білім беру ұйымындағы бірінші басшының бос және уақытша бос лауазымына орналасуға үміткер бола алмайды және конкурсқа қатыса алмайды. Осылайша, тұлға білім беру ұйымының бірінші басшысы лауазымын бір білім беру ұйымында 5 жылдан 2 мерзімнен артық атқара алмайды. Қағидалардың 72 тармағына сәйкес жоғарыда көрсетілген қолдану мерзімі өткеннен кейін еңбек шарты кодекстің 51 бабының тәртібінде кодекстің 49 бабы 2 тармақшасының негізінде бұзуға жатады. Еңбек шартын бұзу туралы хабарламаның болмауы еңбек шартын белгіленбеген мерзімге ұзарту үшін негіз болып табылмайды. Сонымен қатар 2016 жылға дейін жұмыс беруші заңды тұлғаның атқарушы органның басшыларымен жасасқан еңбек шартының белгіленбеген мерзімге ұзартуы заңсыз. Себебі қолданыстағы кодекс күшіне енгенге дейін басшының еңбек шарты мерзіміне қатысты талаптар 2007 жылғы 15 мамырда күші жойылған еңбек кодексінің 29 бабының 2 тармағымен реттелген. Яғни жалпы жұмыскерлердің еңбек шартына қойылатын белгіленбеген мерзім бірінші басшылардың еңбек шартына қолданылмайды.